Германия карантинді бұзушыларға арналған түрме құрғысы келеді. Германияның федералды Саксония штаты коронавирус карантинін бұзғаны үшін бірнеше рет сотталған адамдарды мәжбүрлі түрде қоныстандыру мекемесін құрмақшы дейді. Осы мақсаттар үшін 2017 жылы салынған Дрездендегі алғашқы босқындарды қабылдау орталығын қайта жабдықтау жоспарлануда. Таблоид жазғанда 2020 жылдың көктемінде Саксонияның денсаулық сақтау министрі Петра Копенг карантинді бұзушыларды психиатриялық ауруханаларға жіберуді ұсынды. Бұл жоспар қонақ үйлерге немесе ауруханаларға орналастыру идеясы сияқты алынып тасталды. Дрездендегі ғимараттар онда Bild газетінің хабарлауынша карантинді бұзушыларға арналған Германияның түрмесі орналасады. Жаңа мекемеде қандай жағдайлар мен тұру құны жарияланбайды, аумақ қоршалған бойда